Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Таңшолпан каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге дәмі аузыңызда ерейтін, өте жұмсақ болып пісетін котлеттің рецептімен бөлісемін. YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыршаны баса кетіңіздер. Ең бірінші сарымсағымызды блендерден өткізіп, оны фаршқа саламыз. Содан кейін картопымызды да өткізіп, оны да саламыз. Одан кейін осындай сухарик және де бір жұмыртқаны салып, тұзымызды салып, паприка салып, және де жарты қасықтай қара бұрышымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Барынша жақсылап араластырып алған дұрыс. Одан кейін ұрғылайтын боламыз. Көбірек ұрғылау керек. Сонда ғана котлетіміз жақсы бірігетін болады. Енді котлетімізді формаларға бөліп жасап аламыз. Содан кейін қызып тұрған майымызға котлетімізді қызарғанша, екі жақ бетін қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Бөлек ыдысқа қоя тұрамыз. Рецепттің мөлшерін описание бөліміне қалдыратын болам, сол жерден көре аласыздар. Енді қызарып піскен котлеттерімізді бөлек ыдысқа салып болғаннан кейін оны алып, табамызды қайтадан дайындап, май құйып, сарымсағымызды қуырып аламыз. Одан кейін сәбізімізді өкіштен сақтап өткізіп, оны да қуырып алатын боламыз. Томат пастасын қосып, жақсылап араластырып, суымызды құямыз. Енді котлетті осы судың үстіне жайғастырып, барынша баяу отта 20-30 минут көлемінде бетін жауып пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.